Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге орфография мен орфоэпия туралы өтеміз. Барлығымыз білеміз, орфография дұрыс жазамын деген мағынаны білдіреді. Грек тілінен енген термин. Яғни бұл біздің тілімізде айтып жатқан мынау сөздердің дәптерге түскендегі жазылуының дұрыс емлесі. Ал орфоэпия дұрыс айту. Мәселен, біз күнделікті айтып жүрген сөздердің жазылуы басқа және айтылуы басқа. Мысалы, көбінесе бұл біріккен сөздерде, тіркесіз сөздерде көп кездеседі. Мысалы, мына Тұратбек деген адам есімін қарайық. Тұратбек деп жазылады. Бұл екі біріккен сөз, Тұрат және бек деген екі біріккен сөзден тұр. Бірақ біз оны айтқан кезде қалай айтамыз? Тұратбек, яғни оның айтылуы б, п-ға айналып кетеді. Немесе ала қарға деп жазылады, бірақ біз оны қалай айтамыз? Орфоэпияда ала қарға дейміз. Шашса, яғни біз бұны айтқан кезде шашса дейміз, шашша дейміз, яғни орфография мен орфоэпияның ерекшеліктері осы. Енді бізде орфография өз ішінен 3 топқа бөлінеді. Қазіргі сіздерге түсіндіретін тақырыбым да осы. Орфография дегеніміз фонетикалық принцип, дәстүрлі принцип және морфологиялық принцип деп бөлінеді. Фонетикалық принцип дегеніміз не? Міне, фонетикалық принцип біздің айтқан кезде де, жазған кезде де қалай дыбысталса, дәл солай қалады. Мысалы, ағаштар. Қараңызшы, ағаштар. Біз оны айтқан кезде, мына орфоэпиядағыдай Тұратбектегідей бірдеңе өзгере ме? Жоқ. Ағаштар қалай бар, солай жеткізіледі. Қартқа қалай айтып тұрмыз, дәл солай жетіп тұр, Келесі, дәстүрлі принцип. Дәстүрлі принцип дегеніміз біздің бұрынғы ата-бабаларымыз қолданған және дәл ол қалай айтса солай қалып қойған сөздер. Өзі бір көп емес, азын шоғын сөздер, бұл дәстүрлі принцип, яғни дәстүрден дәстүрге жалғасып солай қалып қойған деп атымен жаттап алсаңыздар болады. Мысалы, кейуана деп жазылады, біз оны айтқан кезде дәл солай айтамыз, бірақ оның жазылуы негізі кейуана болу керек, негізі принцип бойынша. Яғни сондай біз қалай айтамыз, сол түрде қалып қойған принципті біз дәстүрлі принцип дейміз. Яғни дәстүрлі дегеніміз ата-бабамыз бұрын қалай қолданды, дәл солай қалып кеткен сөздер. Негізі аюан, яғни бұл мысалы ю деген бізде и мен удың қосындысы ғой, дәл соның жазылуымен қалып қойған, бізде и мен удың қосындысы болып, екі дыбысты қатар жазып қойған. Яғни и мен удың орнына негізі ю болу керек, бірақ дәстүрлі принцип бойынша бізде осылай сақталу керек. Екінші түрі бізде дәстүрлі, ал үшінші бізде морфологиялық. Морфологиялық дегеніміз керісінше, фонетикалыққа бізде керісінше жүреді. Морфологиялық дегеніміз күрделі біріккен қос сөздердің айтылуы мен жазылуы басқа сөздер. Яғни оны айтқан кезде дыбысталуы өзгереді, ал айтқан кезде бөлек болады, жазған кезде бөлек болады. Мысалы, шекара. Біз оны қалай жазамыз? Біріккен сөз, бұл шек және ара деген екі сөздің бірігуінен жасалған. Біз оны айтқан кезде қалай айтамыз? Шегара деп айтамыз. Яғни к, г дыбысына айналып кетті. Немесе жер-көк. Бұл жерде қос сөз, жер-көк арасында дефис тұр. Жер-көк деп айтамыз. Яғни к, г дыбысына айналып кетті. Міне осы үш түрі өте оңай. Жаттап алсаңыздар, түсініп алсаңыздар ең бастысы. Арғары қиындық тудырады деп ойламаймын. Ал енді орфоэпия дұрыс айтылуы. Яғни біз бағанадан бері айтып отырған сөздердің айтылуы басқа, жазылуы басқа болып жатады. Міне басқаша мысалы сары ала. Біз оны өмірде айтқан кезде сары ала демейміз, сары ала дейміз, Сол сияқты тұрар қожа деп екі біріккен сөздің жасалған, бірақ біз оны қалай айтамыз? Тұрар қожа деп айтамыз. Міне орфоэпия мен орфографияның ерекшелігі осында жатыр екен. Сұрақтарыңыз болса комментарийге қойып кетіңіздер. Қазір сіздермен бірге видео ойын ойнаймыз. Осы ойында орфография мен орфоэпияға байланысты не түсіндік, ойымызды бекітейік. Жақсы, орфография мен орфоэпия тақырыбы түсінікті болса, сіздермен бірге қазір осы тақырыпты бекітуге ойын ойнап көрейік. Қаншалықты бұл тақырыпты терең меңгердіңіздер, осы арқылы білімдеріңізді бекітіңіздер. Орфоэпиялық заңдылықпен жазылған сөзді тап. Орфоэпия,
демек бізде нені сұрап тұр? Дұрыс жазылуын ба, айтылуын ба? Бізде орфография жазу болса, орфоэпия айту. Демек бізде айтылуын сұрап тұр. Жұлын, бізде жазылуы солай, иә? Жұлын айтып көрейікші, жұлын. Қандай дыбысқа өзгеріп кетіп тұр? О, иә, жұлын. Демек бізде в жауабы болады. Келесі, қай сөз орфографиялық нормаға сай жазылған? Демек, орфография дұрыс жазылуы керек бізге. Мына жерде жер көк қараланы қарасақ, бұл айтылуындағыдай. Негізі мысалы қаралы бізде қара ала деп айтылу керек. Бізде дұрыс жауап бірыңғай болады. Себебі солай айтылады, иә? Солай жазылады. Келесі, естілуі бойынша жазылған сөзді табыңыз. Естілу, яғни біз оны жазылу емес, біз оны қалай естиміз? Дәл солай дұрыс жазылған сөз табу керек. Бізде мыналардың барлығы жазылу бойынша жазылып таяныш болады. Неге? Өйткені біз оны тай аныш дейміз, ал жазылған кезде таяныш я әрпімен жазылады. Келесі, орфоэпия дегеніміз не? Орфоэпия ережені сұрап тұр, иә? Сөздерді дұрыс тыңдау заңдылығы емес, айтылу заңдылығы. Неге? Себебі графия жазу, ал эпия айту болып саналады. Жақсы. Келесі, орфоэпия бойынша жазылған сөз, яғни айтылу бойынша дұрыс келген, иә? Ақ ешкі, бізде ақ ешкі деп айтылады, бұл бізде келмейді. Қара ала барлығы дұрыс жазылған. Мына жерде көзілдірік, бұл да дәл солай жазылып тұр. Кемеңгер де солай, сарыағаш, сарыағаш деп жазылу керек, бізде орфоэпия болу үшін. Ал мұнда дұрыс жауап күндіз. Неге? Өйткені күндіз әрпімен жазылады, болып естіледі. Міне тапсырмалардың барлық мәресіне жеттік. Тапсырмалар сіздерге түсінікті болған болса, комментарийге қолдап кетіңіздер, арнаға тіркеліп кетіңіздер.